Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Бауырлар, мынау біз Түркиядан келген Эджа фирмасының котелін ашып жатырмыз. Мынау ең бюджетный варианттағы котелы. Соның өзінде мына ішін ашып қарасақ, бірінші көзге түскен мына теплообменник медный екен. Таза медті біледі. Егер кім өздеріңіз істеп жүрген болсаңыздар, білесіздер. Медный теплообменниктің сапасы және де оның теплоотдачасы өте жақсы, үлкен. Егер байқасаңыздар, мынау вентиляторы Фима, соның горелкасы итальянский полидоры. Сонымен енді бұны тек қана неге бюджетный? Бұл бюджетный болған себебі мынау нелер пластиковый да, мына біреулері. Узелдары пластиковый. Содан кейін насосы Эмас деген өзінің турецкий насос екен. Сонысымен ғана. Ал одан кейінгісі мына біреу несі газовый клапаны сит оныкі. Сол қарасаңыздар, бұл бюджетный дегеннің өзі мынандай жақсы сапада, сборкасы жақсы болған. Соны сіздерге таныстырғымыз келіп отыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.